қару ретінде пайдалану үшін алдын ала дайындап ыңғайлы жерге қойып қойған. Одан әрі сол күні сағат 09:00 шамасында Сәрсемәлиев аулада отырып Учишкалиева немесе Қарабалин сарайға кірген сәтін күткен. Сол мезетте үйде Учишкалиева бірінші болып шығып сарайға кіргенде Сәрсемәлиев артынан кірген. Сәрсемәлиев сарайға кіргенде зал бөлмесінде шаруа жасап жатырған Учишкалиеваны көріп, осы сәтте өз көздегі қылмыстық құқықтық пиғылын жүзеге асыру үшін оңтайлы сәт екенін түсініп, оған дейін кіреберіс бөлмеде дайындап қойып кеткен асхана пышағын оң қолына алып қаруланып, түпкі зал бөлмесінде шаруа жасап жатырған Учишкалиеваның артқы жағынан барып, қолында болған ас үй пышағымен оның денесінің кеудесінен және арқасынан бірнеше рет мәртеп бағыттап ауыр соққылар жасаған. Соққы салдарынан Учишкалиева еденге құлап, оқиға орнында тілге келместен қаза болған. Келген жоқ, кешірім сұраған жоқ, келген де жоқ, кешірім де сұраған жоқ. Ең болмаса алдымыздан бір ауыз сөз айтып, кешірім сұрап кетуге болатын еді, келген жоқ, алдымыздан келген жоқ. Аса қатыгездікпен қарсы қасақана бірнеше рет қазаға ұшырату болып табылатын қылмыстық құқық бұзушылық пиғылын нәтижелі түрде орындалғанына көзі жеткен Сәрсемәлиев